Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай қызық, әдемі дастарханға сүп-сүйкімді болып тұратын печенье жасайтын боламыз. Бар болғаны 10 минут уақытыңызды алады. Жаңа жылдық дастарханға өте керемет болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отырыңыз. Видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Ең бірінші кез келген печеньені аламыз, оны блендерге жақсылап езіп аламыз, ұнтақтап аламыз. Мөлшерінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Міне осындай ұнтақ шықты бізде. Печеньемізді ұнтақтап болдық. Ендігі кезекте осындай орехтарды алып, оны да жақсылап ұнтақтаймыз. Ұнтақтағанда орехты қатты ұнтақтамаймыз, шамалы ірілеу болған дұрыс. Печенье мен орехты араластырып, енді оның үстіне вареный сгущенкамызды құямыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Өте оңай. Қамыр илеп әлек болмаймыз. Барлығы дайын заттардан жасалады. Міне осындай қамыр шықты бізде. Енді осыны қолымыздың көмегімен үш бұрышты деп те айтуға келмейді. Елканың пішінін жасайтын боламыз. Міне осындай әдемі пішіндер жасап шығамыз. Екіншісін көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді осындай магазинде сатылатын таңғы ас хрутканы аламыз. Шоколадты түрде болғаны жақсы. Осылай жабыстырып шығамыз. Елка тәрізді етіп, осылай шамалы жоғарға қарай қиғашынан жабыстырып шығамыз. Осы кезде балаларыңызды көмекке шақырсаңыздар болады. Балаларға қатты ұнайды. Барлық хрутканы осылай жабыстырып болғаннан соң үстіне қант ұнтағын себеміз. Міне ендігі көрінісі енді әдемі болып шықты. Тура елка шырша болып шықты. Печенье шыршамыз дайын. Қант ұнтағын сепкен кезде шыршамыздың үстінде қар жатқандай көрініс беріп тұр. Тура осылай жасап көріңіздер, өте оңай. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қоюларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.